Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз сіздерге 2018 жылы шыққан Аквамен атты фильмге қысқаша шолу жасаймыз. Бірақ фильмде дәл осы затты көрсетеді. Орысша фильмде бұны трезубец деп атаса, мен 300 найза деп атадым. Қазақша нұсқасын таба алмадым. Олай болса көп созбай бастаймыз. 1985 жылы Томас Карри су жағасынан белгісіз бір қызды көреді. Оны өзімен бірге үйге кетеді. Бірақ сол қыз есін жиып Томасқа шабуыл жасайды. Бірақ қайта есін жоғалтады. Оянғанда өзінің беліне гипспен жарасын таңып қойған екен. Одан соң аквариумдағы балықты жеп қояды. Қыз өзінің аты Атлана екенін және де Атлантида суасты патшалығының патшайымы екенін айтады. Атлана Томаспен жақсы тіл табысу арқасында екеуі бір-бірін ұнатып, кейінірек екеуінің баласы пайда болады. Және де оның атын Артур деп қояды. Бәрі жақсы өтіп жатады. Бірде Атлантида әскері патшайымға елге қайтуға патша Орбакс бұйрық берді дей бергенде, Атлана оларды жеңіп қуып жібереді. Бірақ Атлана патша тағы әскер жіберіп бұл жерді ойран қылмай тұрғанда қайтайын дейді. Атлана Томасқа бір күні қайтып келемін деп уәде беріп, Артурды Томасқа қалдырып су түбіне кете барады. Арада біраз жылдар өткен соң Артур аквариумға барады. Сонда екі бұзақы Артурға тиісе бергенде, акула Артурға көмек беру үшін стеклоны сындыруға күш салады. Бірақ Артур жай қолын көтеру арқылы акуланы тыныштандырады. Одан соң барлық теңіз жануарларының бәрі Артурдың артына жиналады. Сол кезде Артурдың көзі сарғылт тартып, бәрі таңданыспен қарайды. 2018 жылы қарақшылар суасты кемесіне басып кіреді. Бастық Джесси Кейн баласы Дэвидпен бірге. Бірде радарға енбеген белгісіз тіршілік иесі суасты кемесін мұхиттың бетіне көтеріп тұрып шығарып тастайды. Сөйтсе бұл бала Артур екен. Бірақ жұрттың бәрі оны Аквамен деп атайды. Ол субмаринаға кіріп жасағының тасталқанын шығарады. Джесси Акваменге базукамен атады. Базуканың снаряды Артурға дәл тисе де, оған шыдап кеменің затын дәл Джессидің иығына қадайды. Кек алу мақсатымен Джесси оған тисе бергенде, борттың трубасын жарып, кемені су баса бастайды. Дэвид Акваменге әкеме көмектес дей бергенде, Аквамен сенің әкеңді көптеген жазықсыз адамдардың құны жатыр деп бас тартып кетеді. Дэвид әкесін құтқара алмайды. Джесси өзін өзі жарып жібереді, ал Аквамен борт жасағына көмектеседі. Аквамен үйіне оралады. Оны әкесі күтіп отқан тұғын. Бұл кезде Атлантидада Акваменнің туысқан ағасы Уорм және Акваменнің тәлімгері, яғни Акваменді осындай мықты қылған Нудис Булко Нереймен кездеседі. Нерей Ксебел патшалығының патшасы. Уорм Нерейге одақтасуды ұсынып, жер бетіндегі адамдарға соққы берейік дейді. Негізгі шабуыл жасау себебі адамдар мұхитта көп пайда болуда. Нерей Уормның бұл шешіміне күмәнмен қарап, Артур ше, ол да осы таққа үміткер ғой десе, Уорм күліп, бұл араласқанды өзіне бақталас көрмейтіндігін айтады. Бір кезде жер асты сүңгуір қайықты көрген Уорм оны қауіп көріп, оны бірден жояды. Нерей бұдан кейін Уорммен одақтастық құрып, адамзат бізге қауіп төндіру мүмкін деген ойға келеді. Кешкісін Томас пен Аквамен бардан шықса, алдында оларды Мера күтіп тұрады. Бұл Нерейдің қызы және Уормның айттырып қойған қалыңдығы. Мера әкеммен Уорм екеуі бірлесіп адамдарға қарсы жорыққа дайындалуда дейді. Бұл өз кезегінде миллион астам адамның өліміне әкеледі. Қыз өз сөзін жалғап, Булко трезубец, яғни 300 атты кезіндегі Посейдонның қаруын тауып, Уормды орнынан алып тастауға болады дейді. Бірақ бұл Акваменге қызық емес. Бұл кезде солтүстік теңізде Уорм Дэвидпен жүздесіп, Уорм өзінің ұсынысын білдіреді. Уорм Дэвидке құрлықтағы адамдарға шабуылды жасауға көмектесем десе, Дэвид кек алу үшін қуана келіседі. Аквамен әкесімен бірге көлікпен кетіп бара жатқанда, алыстан цунамиді көзі шалады. Машинаның газын қаншалықты қатты басқанымен су машинаны қуып жетеді. Бақытына орай осы кезде Мера келе қап Томасты іздей жөнеледі. Мера Артур екеу Томасты тауып, Мераның күшінің арқасында Томастан жұтылған суды шығарады. Артур суасты патшалығынан
келген бірінші қауіпті көріп, өзінің бауырын тоқтату үшін Мерамен келіседі. Мерамен бірге кезінде Булкомен жаттыққан жерге келеді. Булко кезінде Артурға 3 түсті найзамен жаттыққан тұғын жауынгер суға түсіп Атлантидаға барады. Сөйтсе бұл жақта өте мықты технологиямен дамып керемет мемлекет құрған екен. Мера Артурды Булкоға әкеледі. Әрине, артық көз көрмейтін құпия кемеге. Сол жерде Булко кезіндегі Посейдонның 3 түсті найзасын көрсетеді. Оны бірақ алу тек қана лайық деген адамға ғана беріледі. Көптеген жылдар бұрын Атлантида өте мықты дамыған, адамзаттан озық мемлекет болған. Бірақ та Посейдонның билікке деген талпынысы елдің қирауына әкеп соққан. Ал Атлантида су астына кеткен. Кейбір суасты тіршілік иелері эволюция сатыларынан өтіп билік пен бюрократия құралды. Ал кейбіреулері қорқынышты құбыжыққа айналды. Ал Посейдонның 3 басты қаруын табуға құпия цилиндр көмектесе алады деген желеумен Булко өзінің шәкіртіне табыстайды. Күтпеген жерден Атлантидадан әскер келіп Акваменді тұтқындауға кіріседі. Мера мен Булко кетуге мәжбүр болады. Аквамен қанша жерден қарсыласқанымен оны бәрібір тұтқындап Ормға апарады. Оны шынжырға байлап, Орм Акваменге бір жолата кетуді және де қайтып келмеуге уәде берсе жіберетіндігін айтады. Өз кезегінде Аквамен Ормды жекпе-жекке шақырады. Булко мен Мера шықпауға кеңес берсе де, Артур өз ойынан қайтпайды. Анасынан қалған 3 басты қаруына сүйеніп, Аквамен Булкомен жасаған жаттығуларын есіне түсіріп қайталауда. Жаттығу үстінде Булко Атлананы жер адамымен неке құрды деп мұхиттың түбіндегі құрдымға жібергенін айтады. Кешкісін Орм Мераға қымбат білезік сыйлыққа тартады. Ақыры екі бауыр аренада айқасуға шығады. Атлантида тұрғындар Ормның жеңісіне сенімді. Орм Артурды лаваға тигізуіне сәл қалады. Бірақ Артур құтыла алды. Бәрібір шайқас үстінде Ормның қаруы Артурдың 3 түстісін дәл ортасынан қағайырады. Орм Акваменді мазақтап тұрып өлтірмекші, бірақ Мера Акваменға келіп екеуі қашып кетеді. Бірақ Ормның адамдары артынан түсіп Мераны кемесін талқандайды. Аквамен өз күшінің арқасында Кейттің аузына кіріп тығыла қалады. Орм Артурды тауып келіңдер деп әскерді жұмсап, тіпті Дэвиске Атлантиданың технологиясын береді. Дэвис қаруды жаңалап, сол арқылы өзіне керемет костюм құра білді. Және ол да Артурды іздеуге кіріседі. Мера мен Аквамен шөлдаладан өтіп үңгірге тап болады. Сонда сол жерді голограмманы сәтті қосу арқылы сыр ашылмаған бөтелке мен картаны табады. Карта бойынша олар Сицилияға табан тірейді. Орм бұл уақытта балықтар патшасымен кездесіп, патшаны кәдімгідей өлтіре салады. Ал Ханшайымға балықтар әскерін өзіне беруді талап етіп, Ханшайымның разылығын алады. Мера Сицилияда өзін біртүрлі көрсетеді. Роза гүлін жеп тұрғанда Акваменнің басы істеп, шөлмекті ескі ескерткіштің қолына қою арқылы 3 түсті Посейдонның қаруының орнын анықтайды. Ал бұл сәтте Дэвис пайда болып Артурға өзінің жаңа технологиясы арқылы соққы береді. Мера Атлантида әскерін жеңеді. Ал Артур ұзақ айқастан соң жеңіске жетеді. Және де Дэвисті судың түбіне жібереді. Мера өзінің қолындағы жүзік арқылы Дэвистер өздерін тапқан болуы мүмкін деген себеппен білезікті лақтырып жібереді. Қайықпен жүзіп бара жатып Мера өзінің күші арқылы Акваменнің жарасын емдейді. Артур өзін су асты патшалығына патша болуға лайық емеспін десе, Мера оны көндіріп әлемге жер асты су асты патшалығының арасында болуы мүмкін соғысты тек сен ғана тоқтата аласың деп шабыттандырады. Орм өзінің жорығын бірінші құбыжық шаяндарға бастауды жөн көріп, өз әскеріне қарап тұрып, Вулконы тұтқындауға бұйрық береді. Ол Артурға көмектесуі мүмкін деген күдікте. Түн ортасында қатты дауыл орнап, Артурдың кемелеріне су құбыжықтары шабуыл жасайды. Оларға қарсыласқанмен де олар көп болғандықтан қайықтан кетіп сумен қашуға мәжбүр болады. Барлығы біткен сияқты тұғын, бірақ та белгісіз біреу оларды басқа аралға ауыстырып жібереді. Артур сол жерден өз анасын кездестіреді. Баласы анасына Томас 20 жылдан бері сені күтуде десе, анасы бұл аралдан кете алмайтыны, өйткені осы аралда үлкен Каратен атты құбыжық
барын, ол аралға келген ешкімді аралдан қайтармайтынын айтып, осы Каратен Посейдонның қаруын осы күзететіндігін жеткізеді. Аквамен ақыры әйгілі қаруды табады. Оған жете бергенде Каратен оны қағып салады. Аквамен Каратенге қарамай оған ұмтылса да, Каратен оған жол бермейді. Каратен оны өлтіруге сәл қалғанда, Артур өз күшінің арқасында жай қолын көтеру арқылы Каратенмен сөйлеседі. Каратенге өзім лайық емеспін, бірақ менің ойым екі әлемдегі бейбітшілікті сақтау дегенде Каратен өз жөнімен кете барады. Аквамен қаруды алып Посейдонның киімін киеді. Бұл уақытта Уормның әскері шаяндарға қарсы соғысқа аттанады. Уорм мен шаяндар патшасы бетпе-бет келгенде Уорм оны жеңеді. Уорм шаянды өлтіре бергенде жер астынан Аквамен Каратенді алып шығып Уормға қарсы соғысқа кіріседі. Ақыры Уорм мен Артур реванш жасайды. Артур әдейіге құрлық бетіне соғысып, ақыры Уормның үш түсті қаруын қақ ортасынан бұзады. Уорм беріліп өлімін күтеді, бірақ та Артур оны аяп бауырлар арасында қан төгілмеу керек дейді. Сол кезде Атлана теңізден шығып бәрін таңғалдырады. Атлана Уормға екеуі бауыр, ал олардың таққа таласуының мәні жоқ десе, Булко Уормды зынданға апарып сонда өз ойын өзгертіп қалар дейді. Және де заң бойынша Посейдонның қаруын алған адам патша болуға құқығы болатындығын айтып, соны пайдаланып Нерей барлығын Акваменді патша ретінде қабылдайды. Томас ақыры өзінің ғашығы Атланамен кездеседі, және де мәңгі екеуі бірге болады. Осымен достар, кино аяқталды. Сіздердің қолдауларыңызға алғысымды білдіре отыра, біздің каналда жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.